Қазіргі таңда білім беру жүйесінде мұғалім тек пән оқытушысы ғана емес, сонымен қатар ұйымдастырушы, тәрбиеші, сарапшы және құжат жүргізуші рөлін қатар атқарады. Мен математика, информатика және физика пән мұғалімі, әрі сынып жетекші ретінде күнделікті кәсіби қызметімде көп уақытты қайталанатын рутиналық жұмыстарға жұмсайтынымды байқадым. Атап айтсақ, күнделікті сабақ, тәрбие сағатының жоспарларын жазу, оқушылардың білімін, сабақ сапасын, пәнге деген қызығушылығын арттыруға септігін тигізетін тапсырмалар, ойындар құрастыру, презентациялар мен тесттер жасау, тағы басқа. Бұның бәрі мұғалімнің көп уақытын алады, кейде мүлде уақыт жетпей жатады. Мен осындай рутиналық жұмыстарға кететін уақытты азайту үшін 2025-2026 жылдағы өзекті болып жатқан жасанды интеллект құралдарын үйренуді жөн көрдім. Себебі бүгінгі таңда жасанды интеллект ол заман талабы, әрі нағыз тренд. Сіздер, қадірменді әріптестер, менің аты жөнім Руслан Қаратабанов. Мен білім беру мазмұны бойынша экспертпін, оқулық бағдарламалар авторымын. Енді бүгін біз деген заманауи тақырыптардың біріне кіріспе жасайын. Педагогтер жасанды интеллекті өз жұмысында қалай қолданылады деген сұраққа жауап береді. Ендеше кірісейік. Сабақ дайындығына кететін уақыт азайып қана қоймай, оқушыларға қазіргі заман талабына сай қызықты түрлі интербелсенді тапсырмалар дайындап, сабақ сапасын ғана емес, оқушылардың қызығушылығы мен білімін арттырудамын. Осы жасанды интеллект мүмкіндіктерін өзім үйреніп қана қоймай, өзімнің әріптестеріме де үйретуді, көрсетуді жөн көрдім. Қазіргі қоғамды жасанды интеллектсіз елестету қиын. Сондықтан ол тек тренд қана емес, болашақтың айқын бағыты деп білемін.